Өткенін білмеген адам болашақты болжай алмайды. Өткеніңе тас лақтырсаң, болашақ саған мылтықпен оқ атады деген сөз бар. Тарихи болған оқиғаның бәрінің артында үлкен мемлекеттердің үлкен саясаты тұр. Соған Қазақстан қақпанына қалай түсіп қалды? Қан төгіп, жан алып, жан беріп күрескен қазақтар оның жемісін көре алған жоқ. Әлихан Төре дегендер олар бір қуыршақ ретінде пайдаланған адамдар. Анау қолдан құралған уақытша мемлекет. Сол жерде талай адам құрбан болды. Солай ғой. 450 мыңнан артық халықтың жартысынан көбі қазақтар болған. 80 мыңнан артық адам түрмеге жабылған және өлтірілген. Билікті алып қойғанмен қатар жерлік қазба байлықтарды да ешқандай сұрамай келіп қалағанша тасып әкеткен. Аз қазақ бір-бірімен екі мүдденің арасында соғысып жатыр ғой. Былайша айтқанда тағы да қазақ пен қазақты бір-біріне айдап сап қырқыстырған. Сен саясатпен айналыспасаң, саясат сенімен айналысады. Армысыздар, құрметті біздің Асан Қайғы каналының тұрақты көрермендері. Таза мінсіз асыл тас су түбінде жатады. Таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады. Су түбінде жатқан тас жер толқытса шығады. Ой түбінде жатқан сөз шер толқытса шығады дейді Асан Қайғы атамыз. Сол сияқты бүгін шер торқытатын тағы да бір мықты біздің қонағымыз Ерзат бауырымыз келіп отыр. Жалпы өмірде кәсіби мамандар болады, дипломы бар. Бірақ дипломы жоқ, оны онары болатын кәсіби мамандар болады. Кейбіреудің тұла бойы, туа біткен қасиеті соған бейім. Мысалы, Шәмші атамызда ешқандай диплом болмаған, ешқандай музыкалық білім алмаған, бірақ қазақтың әні атасы кім, композиторлардың атасы кім десе, Шәмші Қалдаяқов деп айтады. Сол сияқты тарихтың Шәмші Қалдаяқовы деп айтам Ерзат Кәрібай бауырымызды. Ерзат қазір біздің Асан Қайғы каналының көрермендеріне өзіңді таныстырып кетсең, бірден айтып қояйын, бұл бір-ақ хабар болмайды. Ерзатпен бірге көп уақыт бойы ақылдасып, жобалап жүрміз. Бір хабарлар циклін, Баяхмет ағамызбен түсірген сияқты көп хабарлар циклін түсіреміз. Саны қанша екенін әлі болжап айта алмаймын. Бірақ көп екені анық. Ерзат, өзіңді таныстырып қойсаң, мамандығыңды, қайдан келдің, не оқыдың, тарих саласына қашаннан бері бет бұрыпсың, қандай тарихтың қандай бөлігінде. Өйткені сені көзі қарақты Facebook жұрты біледі, тарих ғылымнан докторларымен пікір алмасып жатқаныңды, мысалы парламенттің депутаты көзі қарақты көп оқитын Абзал Құспанның өзіңнің жазған посттарыңа пікір білдіріп, олардың бөлісіп жатқанын мен байқап қалам. Сондықтан сен мына тарихты білем дейтін қазақтың белді азаматтарының өзіңді мойындайтынын, сені оқитынын мен байқап жүрмін. Енді өзім де керемет тарихшы болмасам да, біраз нәрсені оқып тоқығаным бар. Өзіңмен қанша әңгімелескен сайын сенің біліміңе мен көзіңе айтқаным мақтаған емес, тәнті болам. Өте көп жан-жақты білетініңе. Өзің таныстырып қойсаң. Жақсы, қайырлы күн барша осы Асан Қайғы каналының қымбатты көрермендері, тыңдармандары. Өзімді таныстырар болсам, өз атым Ерзат, әкем атым Меллатхан, фамилиям Кәрібай. Енді өзім Қытай Халық Республикасы Тарбағатай аймағы Тола ауданы дейді, Майлыжайыр тауы. Сол жерде туып өскенбіз. Сол Қытайда бастауыш орта мектеп оқыдық. Қытайдың ішкі өлкесінде Шандун университетінде негізі мен өзім биология бойынша бакалавр бітірдім. Кейін оны осы 2016 жылы Қазақстанға Евразия ұлттық университетінде ол магистратура бойынша қорғадым. Енді тарихқа қалай келді деп сұрар болсаңыз, ол енді бала кезден басталады. Біздің атамыздың немере ағасы Нығмет Мыңжанұлы, белгілі тарихшы, әйгілі Қытай қазақтарынан шыққан. Ол кісінің қазақтың қысқаша тарихы деген кітабы болды. Осы кітапты мен өзім жаңылмасам 12 жасымнан бастап оқыдым. Өйткені ол туысқандар болғаннан кейін сол кезде өзі сыйлаған әр шаңыраққа бірден дегендей. Сол барыста ол кісінің сол кітабын оқып қызығушылық пайда болды. Мен тұңғыш рет одан да бұрын 2-ші сынып, 3-ші сынып оқып жүрген кезімде мен өзімнен үлкен ағаларым ол кезде орта мектепке кіріп қойған. Оларда сол Қытай мемлекетінің тарихы,
дүниежүзі тарихы деген оқулықтар болды. Сол кезде мен соған қызығып, ананы оқып олармен бірге. Сен Солардың екі оқисың, олар 5-6 оқиды. 5-6, 7-8 оқиды алды. Солардың сол тарихтағы толтыратын тапсырмаларын мен толтырып беріп жүрдім мысалы. Екінші сыныптың Сол кезде тарих пен географияға сондай қызығушылық болды. Географияда сол кезде бүткен мына құрлықтарды, мемлекеттерді таныстырады ғой. Сонда мен осы дүниедегі сол кезде бар 190-ның үстінде мемлекет, соның аттарының барлығын жаттап, астанасы мындай, ол енді мынандай табиғи байлықтар бар, экономикасы мындай, халық саны мындай деген сол мәліметтерді сол кезде жаттап жүрдім. 8-9 жасында. Иә. Енді ол тарих болғанда Қытай тарихы, ол кезде, одан кейін дүниежүзі тарихы. Сол кезде адам ойланады ғой. Қазақ баласы қарап тұрсаң, жүнго тарихы дейді, бірақ Қытайлардың тарихы айтылады. Қазақ деген жоқ. Мұңғылдар, мәнжулер туралы айтылған, қазақ деген жоқ. Содан сол 12-13 жасымызда сол кітапты көріп, содан барып, бізде де бар екен ғой деп. Содан кейін соған кіре бастадық. Артынан мектептің кітапханасы болды ол кезде. Қазақша кітаптар көп. Соның ішінде Мұхтар Мағауиннің қазақ тарихының әліппесі деген кітабын сол кезде көріп, оны неше қайтарып оқып шығып, одан ары қарай университетке бардық. Ол кезде өзім мамандық бойынша оқып жүрдік. Бос уақыттарда тағы да сол интернеттерден басқа кітаптарды көретін болдық. Ол кезде ұйғыр тілінде осы тарихқа, мәдениетке қатысты кітаптар өте көп басылып шықты. Қазақ тілінде көп болған жоқ, бірақ аз. Енді Қытай тілінде көп. Ол кезде біз қытайшаға да жетіліп қалған кезіміз. Сол университеттің кітапханасында да сол түркологияға қатысты, түркі тарихына қатысты кітаптарды көре бастадым. Одан кейін интернетте ол кезде 2010 жылдар болу керек, электрон нұсқада кітаптар өте көп шыға бастаған кез. Сол кезде кітаптардың ол кезде Мұңғылдың құпия шежіресі десе, оны енді қытайша айтылуын білеміз. Сол бойынша іздеп тауып соны оқыдық. Мысалы қытайша нұсқасын. Юан патшалығының тарихы дейді. Мына Рашид ад-Диннің Жамиғат тауарих деген кітабын мен Қытай тілінде оқыдым ең алғаш. Парсы тарихшысы Жуайнидің жаһанды жаулап алушының тарихы, оны да Қытай тілінде оқыдық. Енді жаңағы Моңғолдың құпия шежіресі, түрік шежіресі дегендер тарихи рашидилер ол кезде қазақша басылды. Одан бұрын ұйғыршасын көрдік. Осылайша оқып жүрдік. Сол кезде Мағауиннің Шыңғыс хан романы шыға бастады. Электронды нұсқасын сол кезде қайсы журналда осы жарияланып отырды, Жұлдызда. Сол бөлініп. Оның барлығы сайтқа шығып отырды. Оны осы Қазақстанда оқитын студенттер Қытайдағы сайттарға көшіріп жариялап отырды. Содан біз қалтырмай оқып отырдық. Содағы Шыңғыс ханға қатысты дерек көздер дегенді көрдік. Содан бастап Марко Поло, Рубрук, Карпини деген сияқты батыстық саяхатшылардың сол естеліктері, оны да көре бастадық. Осылайша енді ары қарай кете берді. Қазақ хандығы дәуіріне қатысты жазылған жаңағы тарихи рашидиден басқа тарихи Гузидай Нусратнама дейді, Шайбани нама дейді, Бұхара мейманның естелігі дейді. Сондай кітаптарды толығын болмаса да үзінділерін, жаңағы Ибн Батутаның саяхатнамасы деген сияқты сол кітаптардың барлығын негізі сол интернеттен тауып, қытайшасын болмаса жаңағы ұйғыршасын деген сияқты соларды көріп, негізі мына зерттеушілердің жазғанына қарағанда сол оригинал дерек көздерді көргенде өзім біртүрлі дұрыс деп қарадым. Керемет. Міне құрметті көрермен, сіздер бұл биолог, енді магистр биолог деп қарамаңыздар. Негізгі биологтан гөрі тарихшылығы, тарихты терең білетіні өте басымдау. Өйткені өте тың деректер, өте терең, құнды деректерді түп нұсқасынан оқып, осы Фейсбукқа жариялап жүргенін мен талай байқап, өзімде пікір алмасып жүрдім. Енді түп нұсқадан, сен неше тілде түп нұсқадан оқи аласың? Қазақшаң, Қытайшаң? Қытайша, ағылшынша, ұйғырша, сол тілдерде. 4 тілде, міне, 4 тілде тереңдеп тұрып оқи алады. Енді бізде айтып жатады ғой, Қытайдың көп тарихы, Қытайдың жазба тарихы бар, сол жақтан
Тұрсын Жұртбай ағаларымыз барып біраз архивтерден қараған екен да, бірақ ол кісілер өкінішке қарай қытайша біле бермейді. Саған жеңілірек. Қытайда осы Жәнәбіл Ақсақалдың бастамасымен мына Шинжаң қоғамдық ғылымдар академиясында істейтін қазақ зерттеушілер Қаһарман Мұханұлы бастаған кісілер сол Қытайдың 24 тарих дейді ғой. Мысалы соның ішінде Құбылайдың құрған Юан патшалығы тарихы дегені бар, мысал ретінде айтып отырмын. Соның өзі 3039 беттен тұрады. Соның ішіндегі сол қазаққа қатысты деген бөлімдерін, Шыңғыс ханның өмірбаянына, Жошыға байланысты, Батуға байланысты бөлімдерін аударды. Мысалы ол ғұндар заманынан бастап, хан патшалығы тарих дейді ғой, тарихнама Сымачанның. Содан бастап аударып 3 том шықты Қытайда. Ол үшеуін де сатып алып, оны әлі бар. Керек десеңіз, оны 10-20 қайталап көріп шығам, мысалы. Ол төте жазумен жазылған. Төте жазумен жазылған, оның 2 томы дүниежүзілік қазақтар қауымдастығының көмегімен 2 томы осы Қазақстанда аударылған. Кириллицамен жазылған? Кириллицамен. Енді 3-ші томын көрмедім. Керемет. Сондықтан ағылшынша түпнұсқадан, тіпті ұйғырдың түпнұсқасынан, Қытайдың тіліндегі түпнұсқадан оқып жүрген, ізденіп жүрген, былай енді ғылыми атағы жоқ тарих ғалымы деп айтсақ болады. Әңгіме өте тарихқа өткенін білгісі келген адамдарға өте қызықты. Өткенін білмеген адам болашақты болжай алмайды. Өткеніңе тас лақтырсаң, болашақ саған мылтықпен оқ атады деген сөз бар. Сондықтан бұл әшейін ғана бір өткенді біліп, оны жай ғана бір көңілге тоқу емес, соны білу арқылы. Жалпы мен Ерзатпен көп сөйлескенде қарасам, әлем тарихын, әлемдегі бір саяси тарихты оқыған адам саясаттан аттап кете алмайды. Өйткені тарихи болған оқиғаның бәрінің артында үлкен мемлекеттердің үлкен саясаты тұр. Ішкі саясат, сыртқы саясат. Оның әсер ететіні кез келген мемлекеттің, кез келген ұлттың, ұлыстың өміріне, тарихына, саясаттың ықпал ететініне ол кішкентай бала да біледі. Сондықтан саясат жайлы да. Қазір Қазақстанда әлемде қандай оқиғалар болып жатыр. Соның салқыны Қазақстан қалай тимек? Қазақстанның ішкі саясаты, халықтың салты, тілі, дәстүрі, халықтың берекесі, халықтың болашағына қалай? Мына саясаттағы бір қитұрқы әдістерге халық болып біз санамыз оянып қарсы тұруымызға қарай, соған тікелей әсері бар. Сондықтан біз бұл тек қана өткенді білу үшін емес, тек болашаққа, қазіргі заманымызға бір ой түйіп, ел болып, ес жиып, іргемізді нықтау үшін де керек. Сондықтан бүгінгі әңгімені мына Шарқи Түркістан жайлы, Шығыс Түркістан, сол кезде Осман Батырдың бір көтерілістері жайлы, үш аймақ, енді Қытайдан келген қазақтар, болмаса сонымен қызығатын қазақтар өте бұны қайшы пікірлер бар, түрлі алуан ойлар бар. Мысалы мен сол кездегі жағда бабалық ағамен де атамен кездесіп, біраз әңгімелескенім сол жайлы. Әртүрлі пікірлер бар. Сол қалай құрылды сол мемлекет? Мына қазақ қалай екі жақта қалып қалды? Содан кейін сол жердегі соғыс неден болды? Бір кезде керейлер анау Түркияға, Пакистан айналып, қырылып жүріп, біраз бөлігі қалай жетті? Сол кезде қандай қитұрқы бір қу саясаттар болды екі елдің ортасында. Соған Қазақстан қақпанына қалай түсіп қалды? Сол жайлы кішкене таратып айтсақ, өйткені Ерзаттың сол жайлы әшейін мына ауызекі анадан естіді, мынадан естіді емес, тарихи құжаттардан, ұйғырша жазылған жазбалардан, қытайша жазылған жазбалардан өте терең оқыған дәлелдері бар екен. Сонымен бүгінгі әңгімеміз сол Шығыс Түркістан, Шарқи Түркістан жайлы болса, осы сол жерден бір Қытайдың қазақ жатқан өлкесінде бір мемлекет құру, ол идея қайдан пайда болды, ол қашан іске аса бастады? Негізі ол өте күрделі тарихи оқиға деп айтуға болады. Өйткені 1944 жылдан 1946 жылға дейін 2 жыл ресми мемлекет ретінде Шығыс Түркістан Республикасы деп құрылған. Енді ол 46 жылдан 49 жылға дейін ол 3 аймақ ерекше район деп бастан ақыр Совет одағының былай ықпалындағы район болды. Енді оны құрудағы басты мақсат ол Совет одағының геосаяси мүддесі үшін болды. Бастысы Қытаймен арадағы мысалы Моңғолия деген мемлекетті халықаралық тұрғыдан заңдастыру. Қытайдың оның тәуелсіздігін мойындауға мәжбүрлеу. Сол мақсатта Шарқи Түркістан, яғни Шығыс Түркістанды құрды. Бірақ оның құрылғанда
айта кететіні, жалпы халық санының 60%-дан жоғары бөлігін құраған, армиясының 60-70%-ын құраған, сол жерде қан төгіп, жан алып, жан беріп күрескен қазақтар оның жемісін көре алған жоқ. Өкіметтің басына аңғи басқа ұлттарды шығарды, ұйғырларды, татарларды, өзбектерді қойып қойды. Мысалы, республика төрағасы қылып, мына Қырғызстанның өзбегі Әлихан Төрені қойды. Орынбасары ұйғыр, өкімет тілі ұйғыр тілі. Бірақ ұйғыр ол кез қазақ негізгі басты халық есептелінеді, 3 аймақ, Алтай, Тарбағатай келеді. Бірақ ұйғыр қазақтан әлденешесі аз болса да, ұйғырларды сол өкіметтің басты көсемдері етіп соларды қойды. Үкіметтің солардан қойды. Сол 3 аймақтағы ұйғырлар ғана соған кіріп отыр ғой. Басқа тараншы немене ұйғырлар өйткені Шығыс Түркістанға Қашқар болсын, ұйғырдың ол кезде 95%-ы Қашқар, Хотан, Ақсу, Тұрпан, Көрла, Құмыл сол өңірлерде тұрады. Олар мұнда қатысы жоқ. Қатысы жоқ. Іле өңіріндегі Құлжа қаласының айналасындағы тараншы ұйғырлар ғана онымен қатысты. Ақтөбеліне ғана 10%-ын құрайтын шығар. Ал енді оған бас шығып жіберген ұйғырлар тағы ол сол іледе туып өскен ұйғырлар емес. Мысалы, Ахметжан Қасми осы Жаркентте өскен ұйғыр, кейінгі барған. Одан Әбдікәрім Абасов деген Қырғызстанның Қаражал деген жерінде туып өскен. Ол екеуі де мына коммунизм сіңірген, арнайы тәрбиелеген, жетістірген сондай адамдар. Енді жаңа айттық, мысалы Әлихан Төре ол діни адам, діни қайраткер. Оны да сол 2 жыл пайдаланды да, оны да лақтырып тастады. Оны совет қойып отыр. Совет қойған, өйткені ашық дерек көздерде әлі де айтады, Шарқи Түркістан әскери операциясы. Әзіргі Украинадағы әскери операция дейді ғой. Сол сияқты әскери операцияны НКВД-ның генералы кім? Сталиннің тікелей тапсырмасымен жүргізген Берия жүргізеді. Оны Алматыда тұрып қолбасшылық еткен. Оның бірінші орындаушысы, екінші нөмірлі үйдің жауаптысы Егнаров деген, тағы да НКВД-ның генералы. Сол бас бақылаушы болып, оның басқасында болып бақылап отырған. Негізгі ең басты құқық соларда болды. Жаңағы айтылған Әлихан Төре дегендер, олар бір қуыршақ ретінде пайдаланған адамдар, көз ретінде халыққа. Сонда екі алып мемлекеттің арасындағы бір саяси ойын, анау қолдан құралған уақытша мемлекет. Сол жерде қан төгілді, сол жерде талай адам құрбан болды. Солай ғой? Сондағы үлкен мәселе баяғы Монғолияны мына кім сол кезде кеңес өкіметі дербес мемлекет ретінде мына шекарасындағы бір ел ретінде сақтап қалу. Ал Қытайлар оны келіп өзіне қаратып алмақшы болды, да? Өйткені Қытайлар 1912 жылы революциядан кейін Мәнжүр империясына қарасты провинциялар дербестік жариялады. Соның ішінде осы сыртқы моңғол Ресей патшалығының көмегімен дербестік жариялады. Онан кейін тибеттіктер дербестік жариялады. Ал енді Қытайдың әр провинциясында әскери милитаристер әр өлкеде өзі бір жеке-жеке патша сияқты үстемдік құрды. Мәнжүр кеткеннен кейін. Мәнжүр кеткеннен кейін, Мәнжүр билігінен кейін. Ал оның ішінде ең күшті ықпалдысы Чжан Кайши. Ол бір 5-6 провинцияны тіке өзі басқарған, бір үкіметтің, бір халықараға танылған заңды үкіметтің басшысы ретінде сол танылды. Бірақ ол бүкіл Қытайға тікелей өзінің бір орталық күшті үкімет ретінде билігін жүргізе алған жоқ. Сонда біздікі Шығыс Түркістанда сол қазақ үстіңші аймағынан бір мемлекет құрады да Қытайға іргесіндегі өзінің әскери күшін тіреп тұрып отыр ғой. Соңын арада сауда жүреді оның кейін, да? Егер сен мына Монғолияға тиіспесең, мынаны сен ала бер деген сияқты артынан солай болды ғой. Ода Сталиннің Чжан Кайшиның ұлы барады ғой Москваға. Сол кезде ол айтқан, Монғолияда, Шыңжаңда біздің территориямыз ғой, біз дос елдеріміз ғой. Қытайдың Чжан Кайшидің баласы еді. Бізге бұндай жасайсыңдар, біз Жапонға қарсы одақтас елміз деп сондай нелерді айтады ғой. Сол кезде Сталиннің ашық айтқаны бар. Сен шаман келсе, мен ешқандай көмек бермеймін. Жапонмен өзің соғысып жеңіп ал. Шаман келе ма, келмей ма? Сендер неге бір арттарыңа қарап сөйлемейсіңдер? Адам күйіне қарау керек қой. Егер Монғолияның дербестігін мойындамасаңдар, онда сендерге Жапонға қарсы соғыстарыңа көмек бермейміз.
Жапонға шамаларың келмейді, өздерің де білесіңдер. Ал Монғолиямен қатар Шыңжаңды да дербес Монғолия сияқты ел құрып шығу біздің қолымыздан келеді. Не істей аласыңдар деген ғой. Содан ол қайтып кетіп әкесімен ақылдаса келе ең соңында айтады, Монғолияның дербес ел болуына жол беруге болады, бірақ Совет одағы мына Шарқи Түркістандағы бүлікті енді қолдамасын, коммунистерді қолдамасын, біздің Манчжуриядағы территориямызды өзімізге соғыс аяқтағаннан кейін қайтадан өзімізге өткізіп берсін. Осындай талаптарды қояды. Сол кезде барып Сталин айтады ғой, Янанда, Шыңжаңда комитет бастығы Жаңжешіге бағынады. Біз территория талап етпейміз, Монғолияның дербестігін мойындасаңдар болды дейді. Үлкен саясаттың арасында екі түйе сүйкенсе арасында шыбын өледі деген сол біздің азын аулақ халықтың көретін күні сол ғой. Сол кездегі енді Шарқи Түркістандағы оқиғаларға кішкене оралсақ. Мысалы Оспан Батырға кезінде қару берген, көмек берген. Оспан басында кіммен соғысты да? Гоминдаңмен, Шыңшысаймен, сол жердегі өкімет. Енді Шыңшысай жайлы айтып кетсек, Шанкайши бар. Ол енді мына Кеңес одағымен жайлы болғанда қызылдар мен ақтар. Қытайда дәл сол процесс. Қызылдар мен ақтар. Қызылы коммунистер, Мао, ақтары Чанкайши. Бірақ осы мына неменеде Шыңшысай деген, мына іргеміздегі үш аймақ, Құлжа, Іле, Құлжа, Алтайда соны Шәуешек бар, соны бәрін бір мемлекет қып басқарып отырған Шыңшысай болды да. Сол Шыңшысай қалай сол жерге бір аумағы қанша болды, халқы қанша болды, ол қалай сол жерде билікке келіп, сол жерде бір патша бола қалды? Негізі осы Шыңжаңдағы халықтардың тарихтағы бір өкінішті жағдайы, Монғолия сияқты тәуелсіздік жариялап, ел болып бөлініп кете алмауы болды. Оған енді түрлі себептер бар. Монғолдардың осы Манчжур империясындағы бір әскери күш ретінде сол империяның бір екінші халқы болуы, олардың тәуелсіздік алуында үлкен рөл атқарды. Ал керісінше, жаңағы түркі халықтары Шыңжаңдағы, оларда ондай орны болған жоқ, саяси орны. Сол үшін Манчжурдың үстемдігі Қытайға мұра болып қалды да, жаңағы Шыңхай революциясынан кейін олар Шыңжаң өлкесін бір дербес бір патшалық ретінде, жерлік патшалық ретінде үлкен жақтан Қытайға бағынамыз дейді, бірақ өзін басқаратын сондай автономия емес. Ол жерде бүкілдей үкіметтің басындағы адамдар түгел Қытай, армия түгел Қытай, ол ешқандай автономиялық несі жоқ. Сондай Яң Зысин деген Қытайдың үстемдігі болды. 1927 жылға келгенде Ужунсин деген Қытай билікті алды одан. Ал оның билігі тек 5-6 жылға ғана жалғасады. Сонан кейін Англияның қолдауымен мына Үндістан арқылы қолдайды. Мына ұйғырлардың Шарқи Түркістан республикасы құрылады, 90 күндей өмір сүрген. Сол кезде оларға қарсы мына доңғандардың Шыңжаңға жорығы болады. Олар жаңағы республиканы жойып жібереді. Содан кейін Шыңжаңда апалаң төпелең соғыс болған кезде жаңағы Үрімжіде саяси өзгерісті болып, Ужунсин өлтіріледі. Оны өлтірткен адам жаңағы Шыңшысай. Содан Шыңшысай оны өлтіріп, содан Совет одағының консулынан көмек сұрайды. Осындай бізге көмек беріңдер, біз осындай қауіп астында қалдық. Мына сіздердің іргелеріңізден мына мұсылмандар мемлекеті құрылайын деп жатыр. Бұл сіздер үшін жақсы емес. Сіздердің де ана Орта Азияда қалың түркі мұсылман халықтары отыр. Егер мына жерде құрылып кетсе, егер сіздерге ертең үлкен қауіп болады. Аналар да көтерілуі мүмкін. Түсіндіріп айтады. Содан кейін Совет одағы екі бағытта екі полк армия жіберіп, Үрімжіні әскери ұшақтар арқылы жаңағы доңған әскерлерден қорғап, оларды бомбалап жойып, Шыңшысайды құтқарады. Ал Қашқар Хотан жақтағы бүлігіне кейін сол Шарқи Түркістанның генералы болған, әскербасы болған қырғызстандық әскери адам Ысқақбек Мәуленов деген адамдарды жіберіп, солар арқылы ұйғырлардың күштерін талқандайды, ұйғыр мен доңғанды. Содан Шыңшысайға билікті алып береді Шыңжаңның. Бірақ Шыңшысай Совет одағымен былайша айтқанда теңсіз шарттарға отырады. Шыңжаң өлкесінде Совет одағы несиеге қарыз ақша береді. Оның орнына Шыңжаңның табиғи ресурстарын алады орнына. Екі жақ арада шекарада мал саудасы болады. Сонымен қатар Шыңжаңға
ішкі Қытайдағы коммунистердің келуіне жол қояды. Содан кейін неше жүздеген коммунистер келіп Шинжаңда түрлі қызметтер атқара бастайды. Ол кезде негізі Совет одағының көмегінде түрлі жолдар салынып, кейбір заводтар ашылып, көптеген мектептер ашылып, бір жақсы алға басарлық жақтарда болған, бірақ соңына келе 39 жылдан бастап ол мүлдем басқаша бағытқа қарай дамып, әсіресе 31 жылы төңкеріс кезінде Баркөл қазақтарының бастығы Әліп ауылымен қырғындалған Шыңғыстай жағынан. Сондықтан оның Баркөл халқы 35 жылдан бастап көршілес Гансу Чинхай провинциясына көше бастайды. Ең соңғы көшкен көлемді тобы 3000-нан артық отбасы, яғни 15000-нан артық адам 1938 жылдың соңында көшеді. Содан кейін қазақтардың бұл көшінен сескенген Шыңғыстай енді олар барып тоңғандармен одақтасса, қайта күш топтап бізге шабуылдауы мүмкін. Енді қазақтарды мықты тізгіндеп ұстау керек деп 39 жылы қазақтарға қарата үлкен жаныштау алып барады. Рубасылардың барлығын тұтқындау, мысалы Ақыт қажы бар, көптеген адамдар, Шәріпқан Көкедаев бар, Мақсұт дейді, Омар Үкірдай дейді, көп адамдарды, неше жүздеген адамдарды ұстап түрмеге қамаған. Жалпы сол жылдары, террорлық жылдар деп айтады, 70-80 мыңнан артық адам түрмеге жабылған және өлтірілген. Енді ол кезде Совет одағының ықпалындағы бір район болғандықтан, жаңағы жазалау, тергеу актілерінің барлығын осы КГБ-ның жансыздары жүргізген барлығын. Көмектесіп жүргізген. Оның ішінде Совет одағының Орта Азиядан барған көптеген қазақтар бар, Алашорда қайраткерлерінің жалғасы, басқа Түркістан мұхтарияты дейді, соның да көптеген мүшелері сол бәрібір Шинжаңға барса да Сталиннің тырнағынан құтыла алмай сол жерде ұсталып, тергеліп, жазаланған, атылған. Енді сол осындай жаныштаулардан кейін ол қазақтарда енді шыдамның да шегі бар дейді ғой. 40 жылы Алтайдың Көктоғай, Шіңгіл екі ауданында жаңа көтеріліс басталады, бірінші реткі көтеріліс. Онда неше мыңдаған Қытай армиясын жойғаннан кейін олар келісімге келеді. Келесі оны Есімхан, Ырысқан деген кісілер бастаған. Келесі жылғы келісім бұзылады. Кенешат деген сылтаумен көптеген басқа адамдар келіп, жасырын әскери формасын өзгертіп, артынан олардың түгел әскери адамдар екені анықталады. Содан кейін келісім бұзылды деп қайта көтеріліс басталады. 41 жылы Халел Тайжы бар. Сол кезде Оспан Батыр солардың қол астындағы аты шыға қоймаған адам, рубасы да емес, бай да емес, ақсүйекті емес болғаннан ол жай қатардағы батыр болады. Енді 41 жылы 7000-нан артық әскер жіберіп, екі аудандағы көтерілісті басып, Қарапаты кезінде Шыңғыстай жібереді. Шыңғыстай жіберген. Шыңғыстайға тағы Советтің әскерлері де көмектеседі. Орыстардан жасақталған әскери полк барған. Сонда бір генерал соғыста өледі. Сол екі реткі жаныштаудан кейін қалған қалдық күштер сол Оспанның бастауында сол 41 жылдан бастап сол құмға кіріп кетіп, таудың арасында сондай партизандық ұрыстар жүргізеді. Олар көбейе келе 43 жылы 400 адамға жетіп. Содан кейін 41 жылы Шыңғыстай мен Совет одағы арасында қайшылық басталады. Совет-Герман соғысы басталған кезде енді Совет одағының күні батты. Сталин енді мені тізгіндей алмайды деп, ол бет бұрып, Совет одағының өзіне көмекке жіберген 10 мыңдаған инженерлерін, басқа да адамдарын, бір полк әскерінің барлығын қуалап шығарған. Содан кейін 41 жылы сондай оқиға болды ғой. Содан кейін арасы ушығып кеткендіктен ендігі жерде Совет одағы Шыңғыстайға қарсы күштерді қолдауға өтеді. Содан кейін 43 жылдан бастап олар өздері тіке қолдаса, ол қабыл алмайды ғой. Сол үшін ол Монғолия арқылы Оспанға сол қару бере бастайды. Оспанды Шыңғыстайға қарсы айдап салады ғой. Иә, 1944 жылы жаз тұрым, сол Монғолияның сол кездегі төрағасы Чойбалсан Оспанмен кезігіп, 1000-ның үстінде қару береді. Сонан кейін Алтайда Оспанның күштері ұлғайып, Алтайдың екі ауданын босатып алады 44 жылы. Содан кейін 44 жылы Совет-Герман соғысының жағдайы жақсара бастайды. Геосаяси жағдаймен байланыстыратын болсақ. Мысалы 1944 жылы жазда Совет армиясы Герман армиясын түгелдей бұрынғы шекарадан қуып шығарды дейді. Содан кейін ол басымдылыққа өтіп
бара жатыр ғой. Енді жаңағы Монғолияның мәселесін енді шешуге болады. Сол кезге келді. Сонан кейін 44 жылдың басынан бастап сол Шарқи Түркістанға қатысты дайындықтар басталған. Көптеген жансыздар өтіп, түрлі газет, журналдар, үгіттер таратқан. Соның ішінде Қазақ елі деген журнал болған. Қазақтарды сол тәуелсіздікке былай желіктіретін, мысалы бір ұлттық нені қоздыратын сондай идеядағы журналдар болды. Шығыс ақиқаты деген журнал болды, сол жаққа барып таратып отырды. Оның ішінде тағы ол кезде шекара ондай қатаң болмағандықтан советтің түрлі адамдары емін еркін жасырын жолдар арқылы өтіп, осы Қытайда қазақтардағы кейбір мықты азаматтар болса, соларды Совет одағына жасырын алып келіп, арнайы әскери жаттығулардан өткізіп сөйтіп отырды. Ол барыста неше мыңдаған адам тәрбиеленді. Сонан кейін дайындық енді болдау деген кезде Алтайда ол кезде жүріліп жатты ғой, жаңағы 2 ауданды алды. Енді 44 жылы 8 айда Іледе басталады. Іленің Нылқа ауданында қазақтардан ағайында Әкбар, оның немере інісі Сейіт, өз інісі Науан деген азаматтар бастап, сол қару алып, сол партизан құра бастайды. Оларға Советпен арадағы байланысшы, қару-жарақ жеткізуші болып Пәтих Мүслимов деген Совет одағының агенті жұмыс істейді. Осылайша 44 жылы 10 айға келгенде олар Нылқа ауданын алады. Одан кейін Құлжа қаласындағы Қытай әскерлері Нылқаға қарай беттейді. Сол кезде ол ауданды қайта тартып алады. Сол барыста Құлжа қаласындағы Қытай әскерлерінің саны азаяды ғой. Сол кезде Құлжа қаласының маңына топтанған жаңағы Советтің жансыздарынан неше мыңдаған адамдар бұқараша киінген. Көбі орыстар мен татарлар болғанда, ол Қытайлардың әскерилерінің естеліктерінде солай жазылады. Солар енді қазақтардың құрамында жаңағы ұйғырлар да болады, ол кезде Ғини деген бастаған. Соларға адам жібереді ғой, Құлжада әскері әлсіреді, енді келіңдер, Нылқыдағы жауды айландыра тұруға аз адам қалдырыңдар да, енді былай келіңдер деп. Содан кейін Октябрь революциясын еске алу күні 11 айдың 7-сі ма, сол кезде басталған Құлжа оқиғасы дейді оны. Құлжа оқиғасында сол Совет одағынан әскери машиналармен адамдар өтеді қарулы. Александров деген полковник бастаған. Олар Құлжаға келіп, сол неше күндік соғыс арқылы Құлжа қаласын алады. 11 айдың 12-сі күні сол Шарқи Түркістанды құрып жібереді. Ол енді кейбір ақпараттарда ол алдын ала жаңағы Алматыда құрылып дайындалып қойған дейді. Әлихан төреға болады, мынау деген алдын ала айтылған. Содан қойылған 16 үкімет мүшесі болады. Оның біреуі ғана қазақ болады. Мысалы енді жалпы сол кезде Іле аймағында 450 мыңнан артық халықтың жартысынан көбі қазақтар болған. Бірақ 16 мүшенің біреуі ғана қазақтан талданды. Үкімет тілі ұйғыр тілі болып жарияланады. Негізгі үкіметтегі әкімшілік құқықтарды ұйғырлар. Оның ішінде осы Қазақстан мен Қырғызстанның ұйғырлары. Жаңа айтып өткендей, мысалы соның ішінде Мұхамеджан Мақсум деген кісі бар, осы Қазақстан Шонжыдан. Зөнен Тайып деген кісі бар, Алматының ұйғыры болған. Кейбір деректе татар деп айтылады. Одан кейін Ғани Йолдаш деген кісі, ол осы Қазақстанда туып өскен ұйғыр. Жаңағы Әбдікәрім Аббасов Қырғызстанның ұйғыры мысалы. Одан кейін тағы Әлихан Төрені айттық, Өзбекстан Тоқмақтың өзбегі, жаңағы Ысқақбек Мононов, ол Қырғызстанның әскери адамы. Солардың өкіметі құрылады. Шыңғысайды қуып шықты ғой. Шыңғысай қашып кетті ме? Шыңғысай осы оқиға болардың алдында Совет одағының Қытай өкіметіне нота тапсыруымен ол зорлықты түрде Шыңжаңнан өз еркімен кетіп, 12 ұшаққа өзінің жиған терген алтын күмісін тиеп, сол 44 жылы жазда Гомин өкіметіне барып, орманшылық министрі болады. Оның орнына Ужунсин деген Қытайды алып келеді, артынан Жаң Жужун деген Қытай келеді, генерал. Енді осы барыста 44 жылы Құлжаны алды ғой. 45 жылдың басына барғанда Іле өңіріндегі Қытай әскерлерін негізінен тазалайды. Сол барыста Қырғызстаннан жаңағы Ысқақбек бастаған бір батальон әскер келді деп, ол ашық деректерде айтылады. Түгел советші ауыр қаруланған әскерлер. Жалпы 45 жылы Жаздұрым ұлттық армия құрылып, оның әскери тәлім-тәрбие мектебі құрылады. Сол курсантты әскери курстарды тәрбиелеу жүргізу барысында
жалпы совет одағынан сол кезде 3000-ға жуық әскери адамдар барған. Сонда Оспан сол Шыңғысханға қарсы соғысқан мына кеңеспен бірге болды ғой. Иә. Кеңеспен бірге екенін ол алғашта білген жоқ. Ол бізге Монғолия көмектесіп жатыр деп ойлады. Өйткені Оспанға көмекке келген монғолиялық қазақтар болды. 300-400 адам болған, оны бастап келген Қалқабай Орынұлы деген кісі болған. Ол негізі оның өзі Москвада дайындалған сондай Монғолия ішкі істер комитетінің ол жансызы болған адам, Қалқабай Орынұлы. Ол 44-ші жылы жаздырым Совет одағында Алматыда 2 жыл тәрбиелеуден өткен Дәлелхан Сүгірбаевты өзімен бірге ала келеді. Сонан кейін Оспанның соғыс комитетінде 2 үй болады. Ақ үйдің адамдары, көк үйдің адамдары деген. Ақ үйдің адамдары деген Монғолиядан келгендер, әскери ақылшылар, жаңағы Қалқабай, Құрман деген кісі, Қамқаш деген кісілер болады. Көк үйдің адамдары осы советтен барған адамдар. Оның ішінде Әріпбай полковник дейді. Сол кісілер болған. Сонда тағы да мен еститін ақпаратым бар. Оспанға мына батыс жағынан да, Англиядан, Америкадан да көмек көрсеткен деп. Жаңағы Шыңғысайды қуып жіберді, Шаймақтағы билікті алды. Бұл 45-ші жыл ма? Шаймақтың толық алынуы 45-ші жыл күзде болады. Күзде болды. Шыңғысай кетті. Шыңғысай 44-ші жылы кеткен ғой. Иә, содан Шаймақ қаншанға дейін тұрды. Оспан сонан кейін Гоминдаңмен соғыса бастады. Гоминдаңмен бірге бастады. Содан кейін қарсы Шаймаққа қарсы шықты Оспан. Неғып? Оның енді басты себебі бар. Жаңа айттым ғой. Құлжада Шарқи Түркістан үкіметі құрылғанда, ол 16 үкімет мүшесінің біреуі ғана қазақ. Сол неге жаңағы мысалы дені қазақ, қазақтың жері, қазақтың азаматтары, қырғын көріп жатқан, соғысып жатқан азаматтар, мыналар сол жақта мемлекет құрмақшы кеңес одағы. Соны алады да басқа ұлттарды аз ұлтта кеп үстіне отырғызып қояды, тілді ұйғырша қылып қояды. Бұл қандай саясат деп ойлайсың? Ол негізі Совет одағының қитұрқы саясаты, былайша айтқанда. Ол кезде Қазақстан тұр ғой іргеде. Одақтас республиканың бір ретінде. Енді оның іргесінде тағы бір Қазақстанды құруға ол мүдделі емес. Ал жаңағы Совет одағының көмекке жіберген жаңағы мыңдаған әскері болсын, жаңағы әскери ақылшылары болсын, оның да барлығын енді қазақтар тұрған районға негізі қазақты жіберу керек қой. Олар олай істемеген. Қазаққа жақын деп татары бар, қырғыздар бар, соларды жібереді. Қазақтың күшейіп кетпеуі де бір жағынан. Одан кейін тағы бір себебі бар. Бұл жаңа айттық, халықаралық сауда үшін жасалған уақытша құрылған үкімет болғаннан кейін, егер сіз үкімет бастығын қазақтан қойса, мемлекет тілін қазақ тілі қылып жасаса, ондай болса, ол қазақтар ол мемлекетті бар күшімен қолдайды ғой. Қазақстандағы болсын, Қытайдағы қазақтар болсын, бәрін қолдайды. Содан ол үкіметті, мемлекетті олар жан салып қорғайды. Солай ғой. Ал енді басу қиын болады дейсің. Иә, оның артын жиыстыру қиын болады. Егер ана сияқты қазақтардың көңілінен шықпайтын үкімет тілі ұйғырша, мемлекет басшысы өзбек. Ол менің елім мемлекетім емес деген. Иә, мемлекетім емес. Ол үкімет тілі қазақтың жерінде үкімет тілі ұйғырша болса, әскери басшың қырғыз болса, банк бастығың татар болса, мемлекет басшысы өзбек болса, мемлекет бастығы өзбек болса, қазақ оны бір өзінің мемлекет ретінде сезінбейді ғой. Жанын салып қорғамайды. Жанын салып қорғамайды. Ал оны 2 жылдан кейін таратты. 1946 жылы Шарқи Түркістан күшін жойды деді 6 айдың 27-сі күні. Ал сол кезде ешкім оған қарсы болған жоқ үкіметтің тарапынан. Монғолияны Қытай мойындады. Мойындады, иә. Мынаны құрбандыққа бере салды. Иә, құрбандыққа берді. Шалып жерді дейсің ғой. Иә. Содан кейін Оспан Шаймақпен қай жылдар ең қатты соғысқан кезі? Негізі айта кету керек, Тарбағатай аймағы партизандары 45 жылдың басынан бастап қозғалыс жасап, негізі сол жаңағы Лескин деген полковник болады, орыс. 7 тілді білген орыс екен. Қазақ тілін, араб тілін, ұйғыр тілін, Қытай тілін бәрін білетін сондай мықты орыс. Сол орыстың бастауындағы Кеңсай атты полк осы Алтай Тарбағатай жерін жаңағы Қытай әскерінен тазарту операциясын жасайды. Жерлік қазақтарды да қаруландырады. Сол кезде Тарбағатайда қазақтардан 3 полк әскер жасақталған. Тарбағатай 6 атты полк, Дөрбілжін 4 полк,
Сауан 8-ші атты полк деген 3 полк болады. Содан Тарбағатай аймағы осы әскери Гоминаңнан тазалайды ғой. Иә, жаңағы ана Сауандағы Қалибек, Майлыжайырдағы Нұрсапа, Қайса деген кісілердің партизандардың әскерлері қосылып бәрін алды ғой. Содан кейін Тарбағатайдың әкімшілігі құрылады, Тарбағатай аймақтық. Ал сол кезде уәлиді басбай, қазақтың шыққан ең байы, сол кісіні уәли ретінде қояды. Ал аймақтың өзге әкімшілік орындары бар ғой. Сақшы бар, қазына бар, банк бар, оқу ағарту, мәдениет, спорт, түрлі мекемелер бар ғой. Оның барлығы жаңағындай татар, өзбек, ұйғыр, бірақ солардан қойылады. Бірен саран ғана қазақтар, ол тағы орынбасар болады. Содан кейін ол қазақтардың оны мемлекеттік қолдау бір психологиясы нашар болды. Алтайда да солай. Алтайда енді 90% қазақ тұрады, бірақ 60-70% жаңағы аймақтық билікті ұстағандар, жаңағы сақшы болсын, прокуратура болсын, қазына, оқу ағарту, жаңағы татар, орыс, ұйғыр, өзбек тағы солар болады. Содан Оспанның оған үлкен пікірі болған. Біз өзіміз Алтайды азат еттік. Енді неге бізді қоймайсыңдар? Менің ана бұрын менімен бірге қан төккен неше мыңдаған адам нелер бар. Ол неге мына Алтай атты полкке қойылмайды? Неге біз 5000 қарулы адамымыз бар? Неге оның 4000 адамнан артығын қаруын жиып аласыңдар да бір 1000 адамнан гәне полк ұйымдастырасыңдар? Менің күшімді сендер бұлай неге қандай мақсатпен әлсіреткелі отырсыңдар? Сондай пікір болған ғой. Содан кейін ол пікір кейін келе ол қайшылық ұлғая берген. Советтің адамдары келіп билікті алып қойғанмен қатар ана жерлік қазба байлықтарды да ешқандай сұрамай келіп қалағанша тасып әкеткен. Содан Оспан Шаймаққа қарсы. Иә, содан кейін ол сонымен қатар жаңағы Оспан 46 жылдың соңына дейін ол ашық қарсыласқан жоқ, наразы болды. 46 жылы Оспанның Ләтіп деген сенімді адамын Құлжаға жібереді ғой. Құлжадағы өкіметтің жайын біліп кел деп. Содан Құлжаға барған кезде ол Әлихан төренің жанында 1 айдай болды дейді. Сол 1 айдай болған кезде ана Құлжадағы қазақтардың басшысы Әбілқайыр төре мен Әлихан төре екеуі сәлем айтыпты. Бізге мына Шығыс Түркістан деген өкіметті құрылмайтын сияқты, бұдан үміт үздік. Бізді күні-түні мына орыстың қалың жансыздары аңдып жүр. Жағдайымыз өте қауіпті. Біз сіздер жаққа бара алмаймыз. Оспан ешқашан бұл жаққа шақыруға келмесін. Бұл жер өте қауіпті. Қайта аз да болса өзінің күшімен өзінің жерін былай сақтап тұрсын деп. Сондай сәлем айтып жібереді ғой. Соны естігеннен кейін Оспанның жаңағы 3 аймаққа қарсы несі басталады. Дәл сол Ләтіп Алтайға қайтып келгеннен кейін 2 аптадан кейін Әлихан төре қолға алынып, жасырын түрде Ташкентке әкеп тастайды да түн ортасында бір мешіттің имамы қылып қойып қояды. Жаңағы республика төрағасын ала салды мысалы оп-оңай. Содан кейін Шарқи Түркістан жойылды ғой. Содан 3 аймақ деген ерекше район деген статус береді. Содан кейін Қытай өкіметімен келіссөздер басталады. Сол кезде сол автономия деген әңгімелер сол кезде көтеріледі. Сол кезде барып Оспанның, Қалибектің жаңағы 3 аймақпен жауласуы сол кезден басталады. Ал жарайды енді біз қазақтан қоймадың дейік. Біздің бір түркі халықтарының мемлекеттерінде сендер жоқ қылдыңдар ғой енді. Деген маған адам мысалы. Олардың қарсы шығу ол жаңағы Шарқиға қарсы емес, әдетте қарасақ, ана советтің қолымен жүрілді ғой бәрі. Оның үстіне коммунизмнің нелері ол кезде коммунистер, бірақ барлық билікті сол коммунист адамдар, Маоның адамдары. Иә. Маудың емес, советтің адамдары. Советтің адамдары. Маоның билікке келе қоймаған кезі ғой. Маудың ол Қытайдың ол кезде бір бөлігін ғана алып жатқан кезі ғой. Ол кезде 46 жылы Қытайда азаматтық соғыс басталуға дайын тұрған кез 10 қазан айында басталды ғой. Сол кезде 44 жылы Маудың коммунистерінің армиясының саны 400 мыңға жетпеген. 45 жылы Совет-одағы Жапонға қарсы соғыс ашқан кезде бүкіл Манчжурияны басып алды Советтің 1,5 миллион армиясы. Оны тағы о жерден шықпай 1,5 жыл сол жерде әскер тұрғызды. Жаңағы Жапонның тізе бүккен 800 мың армиясы, Кантон армиясының қару-жарағын түгелдей жаңағы тізе бүккен Жапонға сатылған Қытай армияларынан жасақтап, миллионнан артық армия жасақтап, оны коммунистерге берді. Содан коммунистердің әскері 1,5 миллионға таяды. Сталин жасап отырған. Сталин жасап отыр. Одан кейін 46 жылы келісім бойынша чегінді ғой. Совет армиясы чегінді, бірақ
150 миллион халық коммунистердің қолында қалды. 350 миллион халық Гоминдаңның басқаруында қалды. Енді екеуі билікке таласады Қытай үшін. Сонда мына Америка мен Совет одағының арасындағы текетірестің басталған кезі соғыс дейді ғой. Сол бірінші майданы Қытайда басталған 46 жылы. Кім Қытайдың? Гоминдаңды Америка қолдайды. Коммунистік режим бола ма, капиталистік режим бола ма деген. Иә. Совет одағы коммунистерді қолдайды. Екі арада соғыс болды. 46 жылдың соңында басталған соғыс. Дәл сол уақытта ана Қытайлармен 45 жылдың соңынан бастап Оспан жасырын барыс келіс жасаған. Дәл сол 46 жылы Гоминдаң мен Компартия арасындағы соғыс басталған кезде Оспан мен үш аймақтың арасында да соғыс дәл сол бір уақытта басталады. Қақтығыс. Ол кезде ол Оспандың әскерлерін бірақ қарусыздандырып тастаған дедім ғой. Ол қайтадан Қытайлардан қару алып, тағы өзінің адамдарын қаруландырып үлгереді. Гоминдаңнан алады ғой. Иә, Гоминдаңнан алады. Так енді Гоминдаң жаққа шығып, коммунистермен Иә, коммунистермен қақтығыс басталады. Ағылшындармен де байланыс болған ба? Ағылшындармен байланыс негізі сол 46 жылы ненің мына Үрімжі қаласында Американың консулдығының бөлімшесі ашылады. Пакистан деген адам консул бастығы, Маккернан деген тағы бір агент сол жерде жұмыс істеген. Олардың басты мақсаты 45 жылы Америка атом бомбасына ие болды ғой. Атом бомбасын жасап үлгерді, енді басқаларына сес көрсетіп жатыр. Ол кезде дәл Совет одағы да сол зерттеп жатқан кезде немістерден қалған не бойынша. Сол кезде олар үшін ең тиімді ненің бәрі анықталып қойған ғой. Уранның ең мол шығатын, тез шығатын жері Алтайдың Көктоғай ауданы. Ал оған жақын тасылып апарылатын жер полигонда жасақталып қойған Курчатов қаласында. Сол Көктоғайдан уранды қазып алып, сол ана жаққа тасып жатқан. Оны жаңағы Американың агенттері біліп, оған кедергі жасау үшін сол Оспанды қолдап, жаңағы Алтайды тартып алу керек. Көктоғайды тартып алса, аналар уран ала алмай қалады, Советтің инженерлері. Сол үшін Оспанды қаруландырып 47 жылы Қытайға көмектесіп. Қытай арқылы көмектесіп, содан оның жасақтары бір айдың ішінде Алтайды бірақ басып алады. Содан кейін ол бір ай өтпей Советтің көмегімен жаңағы Дәлелхан Сүгірбаев бар, Әлиев деген татар бар. Солар қайтадан әскер жасақтап, Іледен, Тарбағатайдан да адам алып, Совет армиясының көмегімен Оспанды қайтадан Алтайдан қуалап шығарады. Аз-қазақ бір-бірімен екі мүдденің арасында соғысып жатыр ғой. Былайша айтқанда суық соғыс. Оңтүстік Корей мен солтүстік Корей бір-бірімен соғысады ғой. Корея. Дәл сол сияқты Қытайдағы қазақтар бір жағы Америка жақ, бір жағы Совет одағы жақ болып бір-бірімен қырылысады. Түсініп отырсыздар ғой, сонда үлкен алпауыт мемлекеттер ананы қуыршақ сияқты ойнатып отыр ғой. Дәлелхандарды Сталиндер, Оспанды Америка ынталандырып, қару беріп, баяғы үлкен геосаяси үлкен бір ойындар ғой. Ақыры коммунистер жеңіп шығады ғой. Өйткені 48 жылдан кейін мына Америкада екі таңдау болады ғой. Совет одағы Шығыс Европада негізі өзінің несін алып болды. Республикалар құрып жіберді ана мемлекеттерде. Енді ол Германия, ГДР, Чехословакия. Енді ол бүкіл Европаны жұтып қоймау үшін Америка негізгі назарын Батыс Европаға аударады да. Содан кейін Қытайды тастауға тура келеді. Содан кейін 48 жылдан кейін Американың Гоминдаң өкіметіне беретін әскери көмегі тоқтайды. Әскери көмегі тоқтағаннан кейін ол кезде Қытай сіріңке мен чегені де сырттан импорт етіп келген ел, өзінде өнеркәсіп жоқ. Сол үшін ол сыртқы қаруы жоқ Гоминдаңның әскерінің оғы таусылады бір күні. Сол кезде олар топ-тобымен беріледі. Сол барыста 1,5 жылға жетпей коммунистер жеңіп шығады. Өйткені оларға Совет одағының көмегі үзілген жоқ. Бастан ақыр келіп тұрды. Оспан ары қарай соғыса береді енді. Оспан соғыса бергенде 47 жылдан 49 жылға дейін негізі тыныш, бейбіт болды. Тек қана бір-біріне жансыздар жіберіп барлау әрекеттермен жаңағы Көктоғайдағы кенді барлау. Енді 49 жылы ол сәтті жарды ғой Семейде атом бомбаны. Содан кейін оның несі өзгерді. Енді Монғолиямен қақтығыс болады. Ана Бәйтік тауында шекара қақтығыс. Ары қарай 49 жыл болғаннан кейін коммунистердің армиясы Шыңжаңға қарай таяп келе жатады. Сол кезде олар негізі 50-ші жылы Шыңжаңға кіруді жоспарлайды. Бірақ Сталин Мауздонға айтады ғой телеграмма арқылы. Сендер 3 айдың ішінде Шыңжаңды алып болмасаңдар, мына Америка мен Англия, Индия арқылы
Тибетті, Шинжаңды сендерден бұрын алып қойса, ондай болса екі елдің арасында қауіпті бір біз екеуімізге де қауіпті бір мемлекеттер құрылады. Соның алдын алу үшін сіздер тез қимылдаңыздар дегенді айтады. Онда бізде әзір экономика, әскери қару-жарақ жетіспей жатыр. Ортамызда мына бірнеше екі провинцияда дүнгендердің әскери күші тұр. Оны жоюымыз керек. Оған да біраз уақыт жұмсаймыз. Бізде ауыр қарулар кемшіл деген уәж айтады ғой. Сол кезде Сталин жақсы, онда сендерге мен дұңғандардың атты әскерін талқандайтын ұшақтар жіберіп берем, 100-ден артық деп жібереді. Олар жаңағы дұңған әскерін 20 күннің ішінде жояды. Сонан кейін енді арада 1000 километрден артық шөл жатыр. Одан қалай өтеміз дегенде, одан да қамсыз болыңдар, сендерге машиналар жеткізіп береміз, Монғолия арқылы деп қалың жүк машиналарды береді. Сонымен 100 000 Қытай армиясы 49 жылы 10 айда Шинжаңға кіреді. Ал сол кезде Гомин армиясы да, жаңағы Шарқи Түркістанның кейін күш аймақтың ұлттық армиясы да бір тал оқ атпай жаңағы беріле салады. Күшті сезеді ғой. Енді үш аймақ ерекше районының жаңағы басшылары Ахметжан Қасыми, Ысқақбек Мононов, Дәлелхан Сүгірбаев, Әбдікәрім Аббасов дегендерді айырплан шырғалаңынан қаза тапты деп сондай дақпырт таратқан. Енді ол нақ қалай қаза тапты, ол әлгі белгісіз. Пекинге бір жаққа жіберді деп. Пекиндегі үлкен құрылтайға барады деп, Алматыға барып Совет арқылы ұшып барады деген ғой. Баспай да бар ма ішінде? Баспай жоқ. Баспай бармай қалған. Енді Оспанның жағдайына оралайық. Оспанның қалай, мысалы, қалай ойлайсыз, сол кезде Оспан білді ма осындай үлкен бір геосаяси ойын болып жатқанын? Англияның бұл шынымен ол үлкен мемлекет болғымайды. Англияның Айтақтаумен, Америка Айтақтаумен соғысып жатқанын, бір жақта мына Шыңғысаймен соғысқан кезде ол уақытша бір көмек екенін, енді көп оқымаған, көп халықаралық неменесі жоқ болғандықтан бір құрбан болып кетті деп ойлайсың ба? Бірақ басқа амал да қалмады ғой. Ол кезде басқа, ол Оспан бәрібір ол құру мүмкін емес қой. Сіз қараңыз, ол 4 миллион армиясы бар, ол кезде Қытайдың неше 100 миллион халқы бар. Мына жағындағы империя, Совет те оны қолдап тұр. Екі ортада ол екеуінің арасынан ондай мемлекет құруға Америка алыста жатып көмек беру ол өте қиын. Енді Индияның өзі білесіз 1947 жылы Англиядан дербестік алды. Былайша айтқанда ол кезде халықарадан келетін көмек болған жоқ. Бірақ сол Американың жаңағы жансыздары сол Оспан және оның маңындағы қазақтарды, сол кездегі коммунизмге қарсы қазақтарды солай сендірген. Америка ол әлемдегі ең күшті мемлекет, атом бомбасы да бар, Совет одағының өзін неше ұрайды, сендер ол қорықпай ақ қойыңдар деп. Көмектесіп, біз жақта мемлекет құрасыздар, біз сақтарында тіреп тұрамыз деп. Соларға сеніп қалған. Сенгендігі үшін сол бастан ақыр берілмей қарсыласқан себебі де сол. Сонымен ақыры сол мына Қытайдың коммунист немелері, әскерлерінің соның құрсауында қалып, содан ұсталды ғой оң кейін. 49 жылы Компартияның 100 000 армиясы кірді, Гоминдаңның 80 000 армиясы оған берілді. Оның 80 000 армияның бір талай бөлігі дұңғандардан жасақталған армия. Онан кейін оның ішінде бір полк қазақтардан жасақталған әскерде болды. Закария Әшенұлы деген полк командирі, жаңағы Оспан мен Қалибектің жігіттерінен бір полк әскер жасақтаған қазақтардан. Ал енді олармен қатар жаңағы үш аймақтың армиясы бар. 10-15 мыңға жуық. Жартысы қазақтардан тұрады. Олардың бәрі мауығын коммунистерге өтіп. Коммунистерге олар ешқандай қарсылықсыз бағынды. Сол уақытта Оспан аралық сақтап не болар екен деп жарты жылдай тыныш жатты. Сонан кейін 50-ші жылы 4-ші айға келген кезде батыс оңтүстік өлкелерде дейді, Индия мен мына Вьетнам, сол мысалы Бирма, Мьянмармен шекаралас провинциялардағы жаңағы бұрын берілген Гоминдаң әскерлерінің несі басталады? Қайтадан бас көтеру. Оны енді Тайванда тұрып Чжан Кайши бұйрық берген деп айтылады. Біз енді қайтадан қайтарып аламыз, Америка бізге көмектеседі деп. Олар да солай ойлап қалады екен, Чжан Кайши. Содан ол бұйрық бергеннен кейін, ол бұйрық Шинжаңдағы бұрынғы Гомин әскерлері бар, Оспан бар, соларға жетеді ғой. Содан кейін олар 50-ші жылы 4-ші айда олар қайтадан сол коммунистерге қарсы соғыс ашады. Ол соғыс 4 айға жуық жүргізілген. Ол соғысқа негізі 50-де 60 мың қазақ қатысқан.
бірақ оның бәрі қаруланған емес. Қарулы қазақтар бір 5-6 мыңның үстінде. Олар негізі енді ол төтеп бере алмайды. Өйткені оларда ауыр қарулар жоқ қой. Енді ол қазақтарды бастықтыруға жаңағы коммунистер, ол тағы жаңағы коммунистерге қосылған жаңағы берілген ұлттық армия, жаңағы оның да жартысы қазақ, соларды пайдаланған алдыға салып. Тағы да қазақ пен қазақты бір-біріне айдап сап қырқыстырған. Содан кейін 50-ші жылы Оспан Шыңжаңнан шегініп жаңағы Тибет жеріне барып, сол жерден көмек бола ма деген мақсатпен барған сияқты. Сол жерде ол қолға түседі. Көмекте болмайды. Американың нелерінің бірі агенттер Тибетте өледі, біреуі аман есен Индияға жетеді дегендей. Ана енді осымен сіздер біраз толық мағлұмат алдыңыздар деп ойлаймын. Менің өзім де осы оқиғаның түп нұсқасынан оқымағаннан кейін, анна-мына жүзіп жылып оқығаннан кейін менде толық бір сурет, толық бір картина болмап еді. Қазір менде толық картина болды. Бұдан біз не ой түйіндейміз қазір? Бұны әшейін бір қызық үшін, уақыт өткізу үшін еріккен айтып отырған жоқпыз. Тарихтан сабақ алу. Қандай сабақ алу? Шағын ұлттың көп жағдайда өзінің еркі, өзінің тағдыры, өзінің болашағының кілті өз қолында емес, үлкен бір мемлекеттердің ойынның арасында болмақ. Сол кезде түпкі ниетін түсініп, түпкі өзінің шамасын, өзінің қабілетін, қауқарын түсінген халық кішкене осы жерде байқап ұлтты құртып алмау үшін, болашақ ұрпақты құртып алмау үшін байқап басу керек. Сондықтан әрбір осы ұлттың азаматы, әрбір халықтың бір әсіресе көз ашық елге сөз айта алатын азаматтардың осы саясаттан хабары болу керек. Былай айтады ғой, сен саясатпен айналыспасаң, саясат сенімен айналысады деген сөз. Осылай сен егер білмесең, саясаттың не болып жатқанын, осының Американың қандай пейілі бар, ар жағында мына Сталиннің қандай пейілі бар, Гаминдаңның қандай пейілі бар, Қытай коммунистерінің қандай ниеттері бар, ар жағында қандай түпкі мақсаттары бар, соны білгенде, осы жерде мен осыған кірісейін, кіріспесем шет қалайын деген сияқты. Әрине, ол сондай алпауыт мемлекеттерге өзінің сөзін жүргізіп, ықпалын жасай қою қиын шығар. Дегенмен білген дұрыс қой. Сондықтан бұл да біздің тағдырдың, халқымыздың бір үлкен басына шеккен қасіреті. Қазақты бір-бірін айдап салуы, басқа елдің мүддесі үшін бірін-бірі қырып, бірін-бірін қанын төгуі бұл қайғылы оқиға әрине. Сондықтан бір бүгін шер тарқатып, ой түбінде жатқан сөз әрбір қазақ, тіпті Қытайдан келмей-ақ қойсын, Қытайға бармай-ақ қойсын, бірақ қаны бір қазақпыз ғой. Менің әкем 28 жылы 2 жасында Қытайға осы Советтің құрсауынан қашып, енді 2 жастағы бала әкесімен бірге кетеді, кеткен, сол жақта онан кейін оқып, қызмет істеп, сақшы болған, Сансызбай полковниктің қасында қызмет жасаған, бірақ 55 жылы Совет гражданы деген қолында паспорт болғаннан кейін елге келген. Сол кезде еміс-еміс осы әңгімелерді еститінбіз. Бүгін соның анық қанығына жетіп отырмыз. Сондықтан бәрлеріңізге осы хабарды қызыққан адамдарға тарата жүріңіздер. Ерзат бауырымызға осында келіп, уақыт тауып, осынша біліміңмен бөлісіп жатқанына, бұл ешқандай ақша табу, басқа да емес, бір азда болса халқыма септігін тисін, білгенмен бөлісейін деген ниетіңе рахмет. Әлде хабарлары жүргізейік. Келесі хабарларда осы елдің тұрғысынан, халықтың мүддесінен, халықтың болашақна бір нық дұрыс қадам жазу үшін, бір ой түю үшін жасалады. Келесі хабарда кездескенше сау саламат болыңыздар. Келесі хабарымыз жалпы мына осы геосаяси тарихтың халықтың дамуын білген адам қазіргі болған жағдайға да бір сараптама жасай алады. Кезесі хабар осы Қазақстан мемлекетінде тұрған негізгі халық, титульный нация дейді ғой. Негізгі халық, енді қазір біз 70%-дан астық, 80-ге жақындап қалдық да. Қазақ халқының неге материалдық жағдайы төмен? Осы сұрақ мені де, Ерзатты да, сіздерді де толғандырады деп ойлаймын. Неге мысалы басқа орыс тілде сөйлейтін қазақтардың жағдайы қазақ тілінде сөйлейтін қазақтарға қарағанда әлде қайда жақсы? Неге Қазақстанда басқа тіпті аз ұлттардың өзі өте материалдық жағдайы жақсы,
осының себебі не? Осыған бір ой жүгіртпекпіз, оны да жіберіп алмаңыздар, көріңіздер. Ал енді біздің хабарлар шыққан кезде сізге үнемі бір хабар келіп тұру үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Жүрегіңіз қазақ деп соқса, қаныңыз қазақ болса, комментарий жазыңыз, лайк қойыңыз және тарата жүріңіздер. Келесі хабарда кездескенше, Ерзат сау, сәлемет бол. Сау болыңыз.